Компьютерлік сауаттылық курсы іздеу. Компьютеріңізде белгілі бір ақпаратты, бағдарламаны немесе баптауды іздейтін болсаңыз, онда сізге Windows 10 операциондық жүйесінің іздеу қызметі көмектесе алады. Іздеу функциясын іске асыру үшін меню пуск батырмасының үстіне тінтуірді апарып, оң жақ батырмасын бассаңыз, сізде найти деген бөлік болады. Сол арқылы сіз бірден іздестіруді бастап кете аласыз. Алайда іздеудің арнайы батырмасын мынау тапсырмалар панеліне шығаруға да болады. Ол үшін тапсырмалар панеліне оң жақ батырманы басып, поиск бөлігіне келетін болсақ, бізде үш түрлі мүмкіндік бар. Біріншісі скрыто, яғни біз жасырып қойдық. Екіншісі, оның іздестірудің батырмасын шығара аламыз, яғни басқан кезде бірден іздеуді бастап кетеміз. Немесе іздестірудің толыққанды жазу жолағын шығарып қоюға болады. Енді іздеудің өзіне кіресейік. Мысалы, мен компьютерімде Telegram бағдарламасы орнатылған, соны іздей бастайық. Міне бастапқы әріптерін жаза бастап едім, бірден іздестіру функциясы оны анықтап тауып берді. Жоғар жақта сіз көріп отырғандай бірнеше баптаулар бар. Яғни біз тек қана бағдарламаларды іздей аламыз, құжаттарды іздей аламыз. Мысалы, құжаттар бөлігіне басып едім, бағдарлама жойылып кетті, яғни бағдарламалар енді ұсынылмайды. Параметрлер, суреттер және тағысын тағы. Осы ерекшелікті қолдану арқылы сіз мысалы кез келген баптауларды таба аласыз. Мысалы біз интернет деп жазып көрейік. Бірден компьютердегі интернетке қатысты баптаулар шыға келді. Әрине іздеу қызметін көбінесе белгілі бір файлдарды табу мақсатында қолданады. Сондықтан да бізге іздеудің осы меню пусктағы қызметі емес, оның жолсеріктегі, яғни проводниктегі қызметі бізге көбірек көмектеседі. Мысалы, интернет сөзін біз құжаттардың арасынан іздегіміз келеді, алайда меню пусктегі іздеу қызметі бізге ешқандай да нәтиже бере алмай тұр. Сондықтан да өзі ұсынып тұр. Мүмкін сіз жолсеріктен іздеп көресіз деп, яғни поиск проводникке. Соның үстіне басып көрейік. Бізде бірден проводник, яғни басқаша айтқанда қарапайым папка ашылды, және де бірден іздестіру жұмыстары басталып кетті. Астындағы жазу өте маңызды. Яғни іздестіру өте баяу болуы мүмкін, себебі индексирование деген әрекет жасалмаған дейді. Және де біз оны жасамаймыз, себебін түсіндірейін. Сіздің компьютеріңіздегі бүкіл файлдарға белгілі бір өзінің жеке номерін, яғни индексін береді. Неғұрлым сіздің компьютеріңізде файлдар көп болатын болса, соғұрлым индексированияның көлемі де өте үлкен болады да, сіздің компьютеріңізде артық орын алуы мүмкін. Оның жақсы жағы да бар, яғни сіз іздестіруді өте жылдам орындай аласыз, алайда сіздің компьютеріңізде артық орын алынып қалуы мүмкін. Сондықтан шешімді өзіңіз қабылдау керексіз. Сізге жылдам іздестіру қызметі керек пе, әлде компьютеріңіздің жылдам жұмыс істеп, оның артық орны ештемемен толмағаны керек пе? Сондықтан біз қолмен өзіміз іздей аламыз. Мысалы, D дискісіне барайық. Осы жерден біз нәжден іздеу қызметі бар, оң жақ жоғарғы бөлігінде. Алдыңғы іздеу әрекеттерінің кілт сөздері көрсетілген. Мысалы, қайталап теле деген сөзді іздейтін болсақ, бірден Telegram папкасы пайда болды. Бұны мен өзім жасағам, өзім ашқам. Және де қосымша басқа да ақпараттар табылып жатыр. Осы жерде бізге жоғарғы жақ бөлігіндегі көптеген қосымша баптаулар көмектесетін болады. Мысалы, тек қана қазіргі орналасқан папканың ішінен ғана іздей аламыз, яғни іздеу аумағын тарылтамыз, сол арқылы жылдамырақ табуға болады. Сонымен қатар іздеу мерзімін, яғни соңғы рет ол файлға қашан өзгерістер енгізілді. Яғни бүгін қолданылған файл ма жоқ, мысалы бір апта бұрынғы ма, тағысын тағы. Іздеп атқан объектіміздің типін бере аламыз. Ол папка ма, кино ма, жоқ әлде сурет па, тағысын тағы. Оның көлемін бере аламыз. Қанша орын алатын еді, мысалы сіз есіңізде ол кино болатын, яғни ол жоқ дегенде 1 гигабайт пен 4 гигабайттың арасында болады деген сияқты, тағысын тағы. Немесе ол белгілі бір орнату бағдарламасы ол өте үлкен болған. Сол арқылы, осындай баптауларды беру арқылы сіз іздестіру аумағын барынша тарылтасыз. Яғни іздеу уақытын жылдамдатасыз. Басқа да баптаулары бар. Алдында біз қандай кілт сөзбен іздестіруді жүргіздік, солар берілген. Қосымша параметрлер. Осы қосымша параметрлерге тоқталатын болсақ, осы жердегі
zip папкалардың ішінде, яғни архивтардың арасынан іздеуге болады, жүйелік файлдардың арасынан іздеуге болады, және де ең қызығы осы файлдардың ішіндегі сөздерде іздеуге болады. Мысал ретінде сізге анығырақ түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. Қазір мысалы Telegram папкасының ішіне кірейік. Осының ішінде барынша жылдам болу үшін қарапайым мысал көрсетіп жатырмын. Мысалы, іздеу деген сөзбен бастап іздеп көрейік. Бізге осы Telegram тексті деген файлды ұсынып отыр. Осы файлдың ішін ашып көрейік. Көріп отқандарыңыздай, файлдың ішінде іздеу деген сөз бар. Енді қосымша параметрлердің ішіндегі мынау содержимое файлов дегенді алып тастасақ, онда бізге іздестіру қызметі ешқандай да нәтиже көрсетпей тұр. Ал енді қайтарайық. Байқап отқандарыңыздай, бұл қызмет сіздер мәтіндік файлдардың арасындағы белгілі бір ақпаратты іздеген кезде өте қолайлы болады. Сіз белгілі бір баптауларды жүргізгеннен кейін сол баптауларды сақтап қоя аласыз. Яғни келесі рет іздеген кезде сол белгілі бір баптаулар арқылы таба аласыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Барлығы түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.